Біз тұңғыш ғарышкер Юрий Гагарин деп білеміз. Бірақ Гагарин кеңес үкіметінің ең алғашқы адамды ғарышқа ұшыру тәжірибесі екеніне сенесіздер ме? Мүмкін Гагаринге дейін сәтсіз тәжірибелерінің қаншама екенін айтқысы келмеген шығар. 60-шы жылдары ғарыш кеңістігіне деген ұмтылыс Кеңес одағы мен Америка құрама штаттарының арасында нағыз соғысқа айналған. Адам баласын алғаш рет ғарышқа жіберу тек ғылыми емес, саяси жеңіс еді. Біз Юрий Гагаринді білеміз. Бірақ кей деректерге сенсек, оның алдында да, артында да жасырын миссиялар болған. Әсіресе сәтсіз аяқталғандары. Италияда Джудика Кардилья есімді ағайынды радиолюбительдер болған. Олар ғарыштан келетін сигналдарды тыңдаумен айналысқан. Бір күні олар белгісіз жиіліктен әлдебір әйелдің орысша сөйлегенін жазып алады. Дауысы анық, бірақ үрейлі. Мен тірімін, оттегі азайып барады, неге жауап бермейсіңдер, деп қайталай береді. Бұл жазбаның нақты күні де бар, 1961 жылдың көктемі. Сол сәтте Кеңес одағы ғарышқа тек Юрий Гагарин ұшты деп жариялап жатқан. Бұл кім болған? Кеңестік тарихта Людмила деген ғарышкер аты жоқ. Бірақ құпия зерттеулерге негізделген бірнеше кітаптарда дәл сол кезеңде Восток Z деген құпия миссия болғаны айтылады. Бұл миссияға тәжірибе ретінде жасырын түрде бір әйел жіберілген. Айту капсуласы істен шығып, ол орбитада қалып қойған. Радио байланыс біршама уақытқа дейін болған, бірақ көмектесе алмаған. Жазбадағы соңғы сөздер: жанып барам, ыстық, көмек, кеш. Бұдан соң үні өшкен. Кеңес одағы бұл жазбаны ешқашан мойындамады. Бірақ сол жазбаны әлі күнге дейін ғалымдар зерттейді. Радио жиіліктер, космостық шудың құрылымы, дауыс толқыны, бәрі ғарыштан келген сигнал екенін растайды. Тағы бір дерек, дәл сол жылы Байқоңырда бір әйел сынақшы жоғалып кеткен. Ол ғарыштық орталықта жұмыс істеген. Аты еш жерде тіркелмеген. Фото жоқ. Бірақ әріптестері оның нағыз ғарышқа дайындалған алғашқы әйел екенін айтып кеткен. Ендеше біз тарихтан не жасырынып қалғанын толық білмейміз. Бірақ сол белгісіз ғарышкердің соңғы сөздері әлі күнге дейін жауапсыз сұрақтар қалдырды. Жер, мен көмек керек, бірақ тым кеш болды, ал сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.